Міне, күрес жолы осылай. Сондықтан мынау дүниені көрмегенсіп, болып жатқан барлық ұлттық мәселелерден қашып, бастарына жаңағы даңғарадай қылып, сәлдеурап алып, ашамайын жуып, машалла деп отыратындарды біздің сындайтынымыз осыдан. Себебі сендер тәркі дүниелік болып, қазақ халқын әлсіздікке, тәркі дүниелікке, және қазақ халқын көмпістікке, жуастыққа, надандыққа, діни фанатизмге үгіттеп, қазақ халқын зұлымдыққа апара жатсыңдар. Қазақ халқын зұлымдыққа апарушылардың барлығы қазақтың жолы. Біз барлық дінге нанушыларды сындамаймыз. Барлық дінге нанушылар, олар біздің достарымыз, олар біздің бауырларымыз. Себебі олар кем дегенде жүрегі таза адамдар. Бірақ біз қазақ халқын тәркі дүниелікке тәрбиелейтін діни фанаттарды сындаймыз. Мына дүниені тәркі қылып, ол дүниені ғана ойлатып қойған сол діни фанаттар ұлтымызды Құдайдың өзіне де сүйкімсіз қылып қояды. Неге? Құдай ондайларды ұнатпайды. Құдай екі дүниені екі қолында ұстайтындарды ұнатады. Мына дүние материалдық, физикалық дүние. Біз айтқанда пәни дүние. Мына материалдық, физикалық дүниеде Құдай жаратқан материалдық, физикалық заңдылықтарды меңгеріп отырып, осы дүниенің өзінде неге күшті, қуатты болуға болмайды? Неге осы дүниенің өзінде Құдайдың ақиқатын салтанат құрғызуға болмайды? Міне, кім айтты әлсіз болып, қор болып, ұрпағыңды жаудың табанына, езгісіне, қорлығына, мазағына салып қойып, сөйтіп жәннатқа кіресің деп кім айтты? Неге күшті, қуатты болып, барлық зұлымдықтарды жеңіп, және сол зұлымдықтардың ішінен адасып, сол зұлымдық ілесіп жүргендерді ақиқатқа қайтарып, дүниеде ақиқат орнатып барып, неге өмір сүруге болмайды? Міне, қазақтарға айтатыным сол. Біз дінге қарсы емеспіз, діни теріс фанатизмге қарсымыз. Біз Құдайдың шынайы ақиқатын шын жүрегімізбен түсінушіміз. Біз егер біреуге зұлымдық жасалып жатса, Аллаға тапсырды, Алланың сынағыда қойып бейтіп, ана зұлымдыққа қарсы күреспейтіндерді иттік етінен жек көреміз. Біз біреуге біреу зұлымдық жасап жатса, сол сәтте ойланбастан зұлымдықты қарекетімізбен тосуға тырысушылармыз. Алланың сынағы, Аллаға тапсырды енді. Ана зұлымдық жасап жатқандыққа үнсіз қарап отырушылар Алланың жаулары. Олар Құдайдың жаулары. Ол біле тұра, шамасы жете тұра, сол қарекетімен зұлымдықты тосатынын біле тұра, соған үнсіз қалу, зұлымдықты көріп, біліп отырып, зұлымдықты тоспау, зұлымдықты жасаушымен бірдей, және зұлымдықты жасаушыдан да арман Құдайдың жауы. Мына былтыр июньнің 15 шектеліп, 18 қалпына келген YouTube каналымыздың мәселесінен барып, біз мына қазіргі қазақ қоғамындағы кейбір адамдарға түсіндіретініміз. Мәңгілік дос жоқ, мәңгілік жау жоқ, мәңгілік мүдде бар. Осы сөзді әр қазақ білу керек. Шебер болу керекпіз, саясаткер болу керекпіз, сергек болу керекпіз, қағылез болу керекпіз. Мәңгілік дос жоқ, мәңгілік жау жоқ, мәңгілік мүдде бар. Бүкіл дүниенің формуласы осы. Мына дүниенің формуласы осы. Міне, сондықтан барлық нәрсені шынайы танып, маңызын танып, өзі қайсы, заты қайсы, көлеңкесі қайсы, ізі қайсы, соның бәрін айырып, сонда ғана біз мына дүниеде шындықты білген адам боламыз. Ал егер бір нәрсеге құлай сеніп, оның оң солын айырмай отырсақ, онда біз надандардың сапында боламыз. Алла тағала бізді бұл дүниеге жіберген кезде сынаққа жіберді, күреске жіберді. Алланың емтиханы оңай емес. Ол жаңағы мектептегі нашар сабақ беретін, нашар мұғалімнің нашар емтиханы сияқты көзіңді жұмып тұрып жеп-жеңіл жауап беретін емтиханның қағазы емес. Алла шексіз ілім иесі. Сол шексіз ілім иесі бізге күрделі өмірді берді. Міне, сондықтан бізге барлық нәрседе ақылменен ойланып, жұмыс істеуге тура келеді. Тәркі дүние болып үңгірге кіріп кетсең де, тәркі дүние болып таудың үстіне шығып кетсең де, мына дүниенің сынағынан қашып құтыла алмайсың. Себебі сенің өмір сүруің, қатын бала шағаңды қорғау,
ұлтыңды қорғау, мүттең, күшті қуатты болуың, ертең ұрпағының басқаларға қор болмауы, құл болмауы, зұлымдық ұшырамау үшін сен мына дүниені тастап тәркі дүние болып, жаңағы ашамайыңды жуып 5 уақыт тоңқаңдап кете алмайсың. Себебі сен әлсіз болсаң, бала-шағаңды қорғамасаң, ұрпағыңды қорғамасаң, мына дүниенің сынақтарынан безсең, онда сен құл боласың. Онда сенің қызыңды қорлайды, онда сенің немереңді шырылдатып тұрып зорлайды. Мейлі қыз болсын, ұл болсын. Мына дүние зұлымдыққа толған. Мына дүние зұлымдыққа толған. Зұлымдықпен күресіп, өзімізді сол зұлымдардан өктем қылып, үстем қылып, сол зұлымдықпен соңына дейін шайқаспайынша, біз Құдайдың алдында бетіміз жарық болып отыра алмаймыз. Құдай бізге осы сынақты сап тұр. Зұлымдық, мына күштілер, әлсіздер, мына аспанда ғылымы техникасы барлар, зымыраны барлар, олар кімдер? Ол да Құдай жаратқан адам баласы. Бірақ Құдай сол әділетсіз адамдарды, ілімді білімді қып қойып, әділеттерді әлсіз қып қойып, енді сен ашамаңды жуып тоңқаңдап үңгірдің ішінде жүре бер, тәркі дүние болып, тәсбихіңді тартып, көзіңді жұмбап, машалла, машалла, машалла деп отыр деді ма? Жоқ. Бізге күрес деді. Бізге соғыс деді. Қалай соғысасың? Өзің қолыңда ештеңе жоқ. Ағаш сойылың ғана бар. Ана аспанда зымыраны ұшып тұрған, ана ақиқаттың жауларына қарсы ағаш сойылыңменен аттандап жүгіресің ба? Жоқ. Енді сен қайтесің? Ақыл істетесің. Ақылыңды қолданасың. Неге? Аллах саған ақыл берді ғой. Саған бас берді, саған көз берді, саған ойланатын жекеменшік ми берді. Сен олардан қорқып жаратқан жоқ. Оларға берген ақылды саған да берді. Енді сен қорғануға тиіссің. Енді сен олардан күшті болуға тиіссің. Алла берген ақылыңды ақиқатты қорғау үшін жұмсайсың. Алла берген миыңды шындықты көтеруге жұмсайсың. Алла берген миыңды Алла сені адам қып жаратқан адамдық ар-ожданыңды, ұрпағыңды, ұрпағыңның ұрпағын сол ақиқатсыздардан, Алланың жауларынан қорғау үшін жұмыс жасайсың. Міне, күрес жолы осылай. Сондықтан мынау дүниені көрмегенсіп, болып жатқан барлық ұлттық мәселелерден қашып, бастарына жаңағы даңғарадай қылып, сәлде өріп алып, ашамайын жуып, машалла деп отыратындарды біздің сындайтынымыз осыдан. Себебі сендер тәркі дүниелік болып, қазақ халқын әлсіздікке, тәркі дүниелікке, және қазақ халқын көмпістікке, жуастыққа, надандыққа, діни фанатизмге үгіттеп, қазақ халқын зұлымдыққа апара жатсыңдар. Қазақ халқын зұлымдыққа апарушылардың барлығы қазақтың жолы. Біз барлық дінге нанушыларды сындамаймыз. Барлық дінге нанушылар, олар біздің достарымыз, олар біздің бауырларымыз. Себебі олар кем дегенде жүрегі таза адамдар. Бірақ біз қазақ халқын тәркі дүниелікке тәрбиелейтін діни фанаттарды сындаймыз. Мына дүниені тәркі қылып, ол дүниені ғана ойлатып қойған сол діни фанаттар ұлтымызды Құдайдың өзіне де сүйкімсіз қылып қояды. Неге? Құдай ондайларды ұнатпайды. Құдай екі дүниені екі қолында ұстайтындарды ұнатады. Мына дүние материалдық, физикалық дүние. Біз айтқанда пәни дүние. Мына материалдық, физикалық дүниеде Құдай жаратқан материалдық, физикалық заңдылықтарды меңгеріп отырып, осы дүниенің өзінде неге күшті, қуатты болуға болмайды? Неге осы дүниенің өзінде Құдайдың ақиқатын салтанат құрғызуға болмайды? Міне, кім айтты әлсіз болып, қор болып, ұрпағыңды жаудың табанына, езгісіне, қорлығына, мазағына салып қойып, сөйтіп жәннатқа кіресің деп кім айтты? Неге күшті, қуатты болып, барлық зұлымдықтарды жеңіп, және сол зұлымдықтардың ішінен адасып, сол зұлымдық ілесіп жүргендерді ақиқатқа қайтарып, дүниеде ақиқат орнатып барып, неге өмір сүруге болмайды? Міне қазақтарға айтатыным сол. Біз дінге қарсы емеспіз, діни теріс фанатизмге қарсымыз. Біз Құдайдың шынайы ақиқатын шын жүрегімізбен түсінушіміз. Біз егер біреуге зұлымдық жасалып жатса, Аллаға тапсырды, Алланың сынағыда қойып бейтіп, ана зұлымдыққа қарсы күреспейтіндерді иттің етінен жек көреміз. Біз біреуге біреу зұлымдық жасап жатса, сол сәтте ойланбастан зұлымдықты қарекетімізбен тосуға тырысушылармыз. Алланың сынағы, Аллаға тапсырды енді. Ана зұлымдық жасап жатқандыққа үнсіз қарап отырушылар Алланың жаулары. Олар Құдайдың жаулары. Ол біле тұра, шамасы жете тұра,
сол қаракетмен зұлымдықты тосатынын біле тұра соған үнсіз қалу, зұлымдықты көріп біліп отырып зұлымдықты тоспау, зұлымдықты жасаушымен бірдей, және зұлымдықты жасаушыдан да арман Құдайдың жауы.